Алма апай. Алма апай, сіз айналаңызға айтып жатсыз ба? Көршіңізге, туған апаңыз, сіңіліңіз, келіндеріңіз деген сияқты адамдарға айтып Менің жатсыз ба? қасымда мына ағаң ішеді, сосын қызым ал, жаңадан қызым ішіп жатыр, бір қызым төртеу. Тіркедіңіз ба? Кімдерді тіркедіңіз? Айналаңыз тіркеліп алып жатыр, иә? Мысалы, тағы біреулер алды, біреу су алды 14 балға, біреу детокс плюс алды 76 балға. Сөйтіп, әркімге айтатын болсаңыз, бонус рекомендация деген бар бізде, бизнес потребительдерге бонус рекомендация деген бар. Сіздің айтқаныңыз үшін, рекомендация бергеніңіз үшін компания сізге әр адам алған товар оборотынан 5% сізге төлеп отырады. Кабинетіңізде түсіп тұрған боларсыз. 3000 теңге, 5000 теңге әртүрлі жиналып түсе береді. Кеше бізде бір тоже потребитель кабинет ашпайды вообще, продукция ал, мынаның бір керектерін алып ішіп алдық, мә қуанып кетті. Сөйтіп жинала береді, мынаның бәрі алған нелер қосыла береді да, әрқайсысынан. Сондықтан просто мен потребительмен маған ештеңе керек емес деп отырмаңыз, айта беріңіздер, айналаларыңызға айта беріңіздер. Бәріне денсаулық керек қазір адамдардың, бәріне су ішкізіп қойыңыз. Просто продукцияның құндылығын айтыңыздар. Құндылығын түсінбегесін адам түсінбейді. Ой, бір су ішіп жүр, әйтеуір дейді жүре береді. Сен дұрыстап тұрып, мына суды ішсең қаның сұйылады, өтің сұйылады, сен шаршамайтын боласың, сен бетің күшті жылтырайды деп айтыңыздаршы. Любой адам алады, солай адамдарға айта беріңіздер. Сосын премиум потребитель деген бар. Премиум потребитель мынау банаға барлық балл, бірінші айда мысалы осы адамдар 100 балл жасады, тағы біреулерді тіркедіңіз, екінші айда 200 балл жасады, үшінші айда барып тағы 200 балл болды делік, иә? Общий 500 балл болғанда, 500 балл болса, 500 балл, онда сізге 10% төлейді. Товар обороттан 10%. Премиум потребитель жеке кабинетте ПП деп шығып тұрады ол премиум.